Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 3-те 4-ші сабақтың С тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз. Олай болса, 727-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Көбейтудің ауыстырымдылық терімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді тең-бетең түрлендіріңдер және коэффициенттің астын сызыңдар деп отыр. Демек, ең алдымен көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, ең алдымен коэффициенттерді бір-біріне көбейту ретінде жазып алайық. Сонда 0,125 көбейтілген -4 көбейтілген -2 деп жазып аламыз. Және де соңынан айнымалыларды көбейтіп, яғни көбейтілген BC деп жазып аламыз. Көбейтілген BC тең 0,125-ке -4 көбейтсек, -0,5 болады. Ал -0,5-ке -2-ні көбейтсек, +1 шығады. 1 деген коэффициент жазылмайды. Сол себепті бұл есепте коэффициент 1-ге тең болды, яғни BC деп жазамыз. Бір коэффициент жазылмағандықтан коэффициенттің астын сызып қажет емес. Егер 1-ден басқа сан болатын болса, онда астын сызып көрсетіп қоямыз. Бізде бірінші есепте коэффициент 1-ге тең болды. Келесі 728-ші жаттығу. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, өрнектерді тең-бетең түрлендіруіміз қажет. Әрине, ең алдымен көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып жақшалар ашамыз ол үшін. 3-ке А-ны көбейтсек 3А болады. Бұл да тең-бетең түрлендіруге жатады. Ал 3-ке 4-ті көбейтсек 12 болады. 4-ке А-ны көбейтсек 4А, екінші жақшаны ашып жатырмыз. 4-ке -3-ті көбейтсек -12 болады. Мінекей мұнда +12 және -12 нөлге айналып кетеді. Сол кезде 3А қосылған 4А деген өрнегіміз қалады. Олар бір-біріне қосатын болсақ, онда 7А шығады. Яғни А-ны жақшаны сырттан шығарып жіберсек, 3 қосылған 4 қалады. Қосып есептесек, 7А деген өрнек шықты. Мінекей, бастапқы берілген өрнекті көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып жақшаны ашып алдық, яғни тең-бетең өрнекке түрлендіріп алдық. Одан соң бұл жерде ұқсас мүшелерді біріктіріп, соңында тең-бетең өрнекке алмастырып жаздық. Ал енді С тобына байланысты ең соңғы мысалдарымыздың бірі, яғни 729-ші жаттығу. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Тең-бетеңдікті дәлелдеуіміз қажет. Яғни мына өрнекке мына өрнек тең екенін дәлелдеуіміз қажет. Ол үшін теңдіктің сол жағын түрлендірейік. Ең алдымен бірінші жақтан ашып алайық. А-ға А-ны көбейтіп ашатын болсақ, А квадрат болады. Сіздер өте жақсы білесіздер. Ал плюс Б-ға А-ны көбейтетін болсақ, АБ болады. Плюс АБ деп жазамыз. Келесі жақшаны ашатын болсақ, Б-ға А-ны көбейтсек, АБ болады. Бірақ жақшаның алдында минус таңба болғанына байланысты, бұл жерде таңбасы минус АБ-ға түрленеді. Яғни минус таңба болғанына байланысты өрнектердің таңбасы кері таңбаға ауысады. Минус Б-ға Б-ны көбейтсек, минус Б квадрат болады. Бірақ тағы да минусқа байланысты, оның таңбасы кері таңбаға ауысып, плюс Б квадратқа түрленеді. Теңдіктің екінші жағынан өрнектің өзін жаза берейік қазірге. Енді мұнда көріп отырсақ, минус АБ және плюс АБ деген өрнектер бар. Таңбалары қарама-қарсы, сол себепті олар азайтылып бір-бірімен нөлге айналып кетеді. Қалған өрнектер жазатын болсақ, бізде А квадрат қалды және қосылған Б квадрат қалды. Теңдіктің екінші жағында тура осындай өрнектер бар, яғни А квадрат қосылған Б квадрат. Мінекей осылайша біз 729-ші жаттығудағы бірінші есепті теңдікті дәлелдеп шықтық. Тура осы жолмен қалған есептерді өздеріңіз дәлелдеп шығыңыздар.